Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Лайк басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Диана Скатова ұзату тойға қызу дайындық үстінде. Бүгін танымал қос лайық жобасының бұрынғы жүргізушісі Диана Скатова той салонындағы суреттер мен видеоларды жариялады. Бұл бейнеде біз Диананың жақын достарының той көйлектерін кигенін көреміз. Диана Скатова өз парақшасында еш нәрсе жасамай, үйлену тойындағы макияж суретін көрсетіп, астына тойдың макияжы деп жазды. Диана желі қолданушылары бақытты бол қызым, той қашан болады? Үйі жігіттің аты кім? Танымыңыз ба? Кейде желі қолданушылары Сұлтан мен бақытты бол деп жазды. Бірақ Диананың жігіті Сұлтан емес, қазір Сұлтан Америкада. Кейбір мәліметтерге қарағанда ол Америкаға отбасымен көшіп кеткен. Диана Скатова той салонына оралған соң достарын жаңа үйіне шақырды. Естеріңізге сала кетейік, осыдан бірнеше ай бұрын Диана ханым Instagram парақшасында махаббат хикаяларын, видеоларын жүктеген болатын. Әзірге Диананың жігіті туралы анық мәлімет жоқ, бірақ әкесі Диана қызын жақын арада ұзататынын, той жақында болатынын айтқан. Қалай десек те жасы 25-тен асқан қызымыздың өз бақытын тауып шаңырақ көтеруін көреміз. Америкада жүрген Сұлтанның жасы 30-дан асқан. Сұлтанның сүйген қызына қосылып, Қазақстанда дүркіреген той істеуін күтеміз. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсысын ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.